Егер ақын болмағанда бұл мақсаттың гинеколог болар ет мамандығы айқаяға. Шаштан жұлып құлақтан тартам десең айырмаң болмай тұр ғой келіншектен. Мен зонаның пақаны болсам егер, сен женский колонияның командирі. Әйелім болмасаң да ұнап едің. Финалда кезігеріңді білгенімде түнімен бірдеңесін қылар едім. Ринат Зайытов, Мақсат Ақанов. НКВД-ның оқсаған жендетіне, Ринаттың қарау қиын рең бетіне. Сондықтан бір айтысып ал көрейін ағайын, тілеуімді сенде тіле. Атығай қарауылым қалайсыңдар, бөлмей ағал сөйлейін елдекіге. Айтыстың жүгін тартқан атаң құсап, ешкімге салынбайтын мақам құсап. Қадірлі жігіт едің қазақ үшін, бастықтарға жабылған шапан құсап. Қазақтың маңдайына біткен ұл ғой, қайынға біткен әлгі сақал құсап. Айтыстың атаманы боп жүр қазір зонаның ішіндегі пақан құсап. Мақсаттың бұл мың жылдық құдасы еді, өзіңмен келіп қалды сапарлы сәт. Құдасын ертіп алып Мақсат келді, құласын жетектеген ақан құсаба. Тізгініңді босаттым шу жануар, өзіңде жігіт едің шуға құмар. Сені менен айтыстың айтысқан ақындардың шығарда шықпай қалар қужаны бар. Ринаттың тілі құсап саумал көлдің астында ашық жатқан ураны бар. Көрейін бұлғақтамай түлкі құсап, серінің айтысайын құрпы құсап. Қай жағынан келсең де жолатпайды жиырылып қалатын кірпі құсап. Қандай уын шашқалы отыр екен, ураны ашық жатқан кірпі құсаба. Ешкімге жоқ зияны айқаяқау, арамдығы. Ақанып Мақсат деген адам гүлі, сырынан серелердің лебі келіп, жырынан аңқып тұрар адалдығы. Шығасап зонадағы пақан дедің, құда неге айттыңыз маған мұны? Мен зонаның пақаны болсам егер, сен женский колонияның командирі. Ақаныптың айтыста жүргендігі, қыз бенен келіншектер амандығы. Басқаға көп икемі болмаған соң, қызға жұптар жүрсіндей ағам мұны. Майығыңнан күлкі кетпес жігітсің ғой, иығыңа түспеген заман жүгі. Егер ақын болмағанда бұл мақсаттың гинеколог болар ет мамандығы айқаяға. Құдайым бір айтыстың сәтін берді, қамшылап көрейінші атым денді. Мақсаттай құдамызбен жүп қылыпты, білмеймін мұндағандай жатыр белгі. Айыртаулық ағайын бір қызықты, көрем десең бермен таман жақын денді. Өйткені сөз жұпарын аңқытатын алдыңа екі бірдей әтір келді.
әкімдерді шошытатын ақын келді, қатындарды қыратын батыр келді, айқай ақау. Ай, ай. Атыңнан айналайын мақсат құда, әжептәуір жігітең бастапқыда. Шыққан сайын қыздармен қырқысам деп, қайран құда аяғыңа тас батты ма? Мысалы бағанағы жұбыңызда тізеңді әжептәуір қақсатты ма? Мен сізге екемді сіздеу қарсыласпын. Көренді құрығыңды тастап құда, менімен жұп болғаның дұрыс шығар. Мәртебең болар ертең асқақ сірә, әйтпесе қызғыр қынға қырындасаң, құдағи жібермесін атстапкыға, айқай ақау. Ай, ай. Әй құда, бұл құдаңа дұрыс қара, адамдай көрінесің, жын ұстама. Маған ебің икемің жоқ деп айтады, құдаңнан сен олайша жылыстама. Қатындарды қыратын батыр дейді, өзің лайық екенсің ұрысқа да. Қос қатын алмасақ та жұрт секілді, құдай ау отырмыз ғой тыныш қана. Ұқсамайсың ақылы бар адамға, сырын ашпай жүретін жан адамға. Әйелдермен айтысу оңай деп пең, өтпей жүра өзіңдей зар адамға. Бұл өмірде әйелді жеңген кім бар? Жоқсың оны белгілеп санағанда. Еркектерден әйелді құрметтеймін, сондықтан сен бекерге абаланба. Еркектерді әкелген дүниеге ерліктің ең үлкені аналарда. Жыныма тие бермей мына менің, тізгініңді ал босат құлагерім. Кеше ғана келібек бір көлікте, қасыңа отырғыз деп сұрап едің. Түнімен бір бөлмеде жатып шықтық, әйелім болмасаң да ұнап едің. Финалда кезігеріңді білгенімде, түнімен бірдеңесін қылар едім. Жыныма сен тидің деп мына менің, өзгеріп кетті ауғыда бір әуенің. Айтсарымды білсем қонақ үйде, дек қалдың ба бірдеңе қылар едім. Қылатын дәнеңең жоғары барса, айғыдан естейміз деп тынар едің. Қыздарға батыр болып көрінгенмен, еріксіз бізден сауға сұрар едің. Мұндай теріс әңгіме айтып қалсаң, мұның не деп құлағыңды бұрар едім. Мұның не деп құлағыңды бұрар едім, шашыңды бір-бір талдап жұлар едім. Өзіңді өзің үйтіп таптамағай, әй құда ұмтылсаңшы аққа қарай. Сен мені келіншекпен шатастырма, өз еркіңмен жүгірдің отқа қалай. Әркімнің өзіне сай бер бағасын, солай қылсаң, бағаңды енді аласың. Екеуміз бабалардың ізіміз ғой, ешкімнен несібеміз кем қамасын. Мысалы сен кешегі ақан сері,
бабамның бүгінімен тең боласың. Астыңдағы жигулиің құлагерің қазақтың кезіп жүрген кең даласын. Үйіңде итің де бар, құсың да бар. Демеймін оңайлықпен жем боласың. Ол аз болса сен бүгінгі бір жан салсың. Айтысы барулармен ер боласың. Айнұрменен айтыссаң дауыл болып, сараменен айтыссаң сең боласың. Әсемменен айтыссаң өзен болып, аяулыммен айтыссаң көл боласың. Солардың бәрін жеңген ақаныпсың. Лайықты ақ батасын берді алашың. Қатынменен қатын қалашты жеңіп батыр болған бір жан салдан кейінгі сен ғанасың. Айқай ақау, ай ай. Бақ берсін ұлтым үшін туғандарға. Айыртауда 90 жылдық думан барда. Екеумізге сылдыр сөйлеу жараспайды. Алла деп қолымызға тудалғанда, әйелде бұран салып отырмайық, ураннан қайран далаң уланғанда. Шаман келсе ел нүктесін дөп басып айт, не пайда құр бекерге шу болғанда. Сол кезде ған екеуміз ел боламыз, ел мақтауға ылайық ер боламыз. Қазып тұрып айтқайсың қазақ жайын, екеумізде осы елге бел баламыз. Алаштың ағарманын айталмасақ, аумәке онда көштен кем қаламыз. Қазақтың 5 облысын алып қалған Тәшеновтің алдында жер боламыз. Айқай ақау, ай ай. Ринат, сен финал жақта еріншекпен, жөн болмас солтүстіктің елін сөккен. Құдаңа майда-майда сөйлеп атсың, құдаңыздың алдында көңіл шекпен. Шаштан жұлып құлақтан тартам десең, айырмаң болмай тұр ғой келіншектен. Қызымды аламыз деп мына біздің бір сөзін естіп едім құдамыздың. Жаңағы айтып атқан сөздеріңе осы отырған халықпен куәміз мың. Әрине жеткен ұлсың арманыңа, алаштың айналғансың ардағына. Қатындарды жеңетін батырсың деп өзің келіп іліндің қармағыма. Бір жан жайлы бір жаман сөздер айттың, сөзіңнің қарап тұрсам салмағына. Қатындарды жеңген батыр атанған деп, бабамның тіл тегізбе әруағына. Тудай боп ел алдында желбіредің, тыңдай бер өлеңімді енді менің. Қаншама қызбен өмір бойы арпалысқан, негізі менікі осы ерлік едім. Ақансың бір жансың деп мақтап жатсың, құдаңды алдайсың ау сен білерім. Ақандардың қасында ақанып кім, бір жанның қасында айтшы сен кім едің? Ауқыда тоқта деп тұр осы менен, көңілдің қоштасай қошы менен. Алла жазса әлі талай ек қалармыз, айыртауға айтыстың көші менен. Бір жанның қасында сен кім едің деп,
Айттың деп айта алмаймын тосын өлең. Бір жасап жүргем менен сүйіктелмен, жүргем жоқ көп жүздесіп иықтермен. Ол рас біздер ешкім емеспіз ғой, қаншама көрінгенмен биіктерден. Кешегі ер ақандай ерлер қайда, құлагерін қазақ үшін қиып берген. Біз олардың жанында топ баламыз, десек те тәуекелге көп барамыз. Айтысқа келген сайын қазақ үшін бірдеңе бітірсек деп оқталамыз. Бұрынғылар даланың еркесі еді, дәл ондай бүгін біздің жоқ бағамыз. Өйткені ел тағдыры сынға түссе, біздер жеті ойланып тоқталамыз. Жасырып не қылайын бүгін біздер, заманның қуыршағы боп барамыз. Көңілің осы жайға алаң болса, қайғы кеп қыстамасын далам донша. Бексенен бізде бір бас көтерерміз, көңілі көпшіліктің адал болса. Ақам менен бір жан талай туар әлі, ағайын мұн отырған аман болса. Айқай ақау, ай Халқыңа келіп қалдың кеудеңді ашып, теріп жүрген жандармыз елден нәсіп. Қазағың қазақтың мұң мұқтажын жырласын деп, өнерден саған Құдай берген нәсіп. Аман бол қайда жүрсаң Ринат құдам, орныңды ала бер төрден басып. Маң-маң бердей жүре бер маң-маң басып, кербестідей жүре бер кердең басып. Қағайын бұл құдамды арқасынан, құлатуға қимаймыз шалқасынан. Қазақтың қаншама кеп сөзін айттың суырылып алқаның ортасынан. Бұл құдам тіл мен көзден аман болсын, ағайын әуминдеңдер жалпы осыған. Ел үшін көсіле бер құлагерім, сау болып батыраштың балтасынан. Өте тамаша, құдалардың сайысы осымен аяқталды. Бұл жұпты бастаған Мақсат Ақанов. Мақсат Ақановтың балы. Кілең 10. Ринат Зайытов. Кілең 10. Ал құрметті ағайын, мана сағат 11-ден кете бері басталған бүгінгі тамаша дода айтыс додасы өзінің мәресіне жетті. Бұл енді біздің солтүстік өңір үшін биылғы жыл бір тамаша жақсы жылмен басталды. Себебі басқа өңірлердің барлығында осы республика көлемінде айтысып жүрген айтыскер ақындар жер-жерде болғанмен, біздің осы солтүстік өңірге келу бір үлкен мақсат ет. Биылғы жыл Сегіз-сері бабамыздың 200 жылдығынан бастап, мінекей бүгінгі күні осы Айыртау төрінде республикалық 3-ші рет өткізіліп отыр. Ақындар айтысы. Ал олай болатын болса, сахана төріне айтыскер ақындарымыз шақырайық. Айыртау ауданы асты да үсті де қазынаға толы қасиетті мекен. Бүгін осы асыл өңірде біздің бекзат өнеріміз айтыс сөзінің туын тігіп, сіздерге бір үлкен қуаныш сыйлады деп ойлаймын. Халық, тыңдарман айтысты сағынат, жаңа сөз арасында айтылып жатыр. Осы соңғы 25 жылдың көлемінде осындай кең ауқымды республикалық елімізге жақсы танымал айтыскерлер қатысқан дода болмаған екен.
Сондықтан мына ұлы бабамыз Ақан серінің 175 жылдығына арналған ауданның 90 жылдығы тұспа-тұс келіп отыр. Осы оқиғамен айтыс менің ойымша жақсы өз деңгейінде өтті. Сіздерге де осы өнерге төрелік еткен бізге де жақсы әсер сыйлады. Мына тойларыңыз құтты болсын. Осы мүмкіндікті пайдаланып, баршаңызға жақсылық тілегіміз келеді. Аман болыңыздар. Әр шаңырақта қызық қуаныш болсын, молшылық болсын. Аспанымыз ашық болып, еліміз дамып өркендей берсін. Той-тойға ұлассын. Енді бұл арада көп сөз айтуға да болар еді. Бірақ енді сіздер мінекей айтыстың шын жанашырлары бірнеше сағат бойы тапжылмай отырсыздар. Шаршағанда боларсыздар. Сондықтан қысқаша сөйлеп тұрмын. Бәріңізге де жақсылық тілейміз. Аман сау болыңыздар. Біздің мына айтыскер ақындарымыз осындай елдің жақсылығын, еліміздің бүгінгі тынысын жырлап, халыққа әрқашан сол қуаныш сыйлай берсін. Шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де сол әрқашан осындай ұлы тойларда сахнаның көркі болып самғай беріңіздер. Көп рахмет. Армысыздар, қадірлі ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Мына Жүрсін Ерманов дейтін қазақ айтысты көгерткен, көктеткен қазақ. Қай жерде қазақтың әр түкпірінде айтыс өткізсе де ең бірінші ақындарға рахмет айтатын еді. Осы халықтың қуанышын, жақсылығын жырлайтын, күйінішін жеткізетін жүрегінен өткізіп, сондықтан ақындарға бірінші рахмет сіздердің аттарыңыздан. Тамаша өнер додасын жасап берген. Екінші, жаңағы Жарасбай ағамыз айтып жатқан Айыртау ауданының 90 жылдығымен Ақан сері бабамыздың 175 жылдығы қатар келуде үлкен бір сәйкестік, қуанарлық, құптарлық жай. Бұл Ақанның елі, бұл Біржанның елі, Үкілі Бұрайдың елі, бұл жаңағы Орынбай ақындардың елі, көркем өнерді, соның ішінде өлең деген дүниені, құдіретті дүниені жан жүрегімен сезініп түсінетін елсіздер. Сол елдеріңізге қазақтың сөзін сөйлеп, жырын жырлап, мұңын мұңдап берген көркем тілді ақындар келді. Енді ақындардың айтысын өздеріңіз тамашаладыңыздар, барлығымыз бірге көрдік. Бірі артық соғып, кем түсіп жатқан тұстары болды. Соның ішінде енді бәрі де өзім бауыр қарындастарым. Ринат бауырымның жаңағы соңғы айтысында қатын қалаш деген сөзінің көбірек кетіп қалғанын өзім қаламадым. Осы халықтың алдында айтайын. Бұл көркем дүние, эстетикалық мәні бар өнер. Сондықтан осы Ринат бауырымның үлгі алып жүрген ертеңгі жастар, Ринат айтты, біз де айтамыз ғой деген дүние болмасын. Ринат, өзің ескересің, осыны дұрыс қабылдайсың деп ойлаймын. Сондықтан ескертіп айтуымыз керек ондай дүниелерді. Өте тамаша айтыс болды. Биыл жаңағы солтүстік өңірде өзі 3-ші рет қатарынан өтіп жатқан республикалық айтыс бұрын кенжелеп қалды. Солтүстік өңірде көп айтыс болмады. 2000 жылы Сәбит Мұқановтың 100 жылдығынан кейін араға 17 жыл салып, былтырғы 17-ші жылы Наурыз айтысын солтүстік Қазақстанда осы жарқын бауырымыз жарға құлағы жастыққа тимей әкімдерге айтып жүріп жасады. Кәсіпкер азаматтарды қосты. Биылғы Наурызда 8 сері бабамыздың 200 жылдығына үлкен халықаралық конференция, үлкен айтыс болды. Оны да осы солтүстік өңірінің азаматтары, кәсіпкерлер әкімшілікпен бірігіп істеді. Яғни солтүстік өңірге айтыстың көші бұрылды, келді. Наурыз айтысында Жүрсін Ерманов өзі келіп өткізді айтысты. Сондықтан ендігі жүйрік осы солтүстіктен, Орынбайдың елінен, Ақанның елінен шығады деп ойлаймын. Тойларыңыз тойғыласын. Аудан әкімшілігіне ауданның 90 жылдығын қазақтың арда өнері айтыспен бастап жатқанына барлық ақындардың атынан рахмет айтқым келеді. Тойларыңыз тойғыласын, қазақтың көңілін кір шалмасын, мұң шалмасын. Бірінші орынды иеленген тұрған шығарсыздар кім болады екен деп. Ринат Зайытов. Олай болатын болса, бас жүлдені табыстау үшін Айыртау ауданының әкімінің бірінші орынбасары Аманбек Ғазизұлын сахна төріне шақырайын. Сертификат бас жүлде 700 мың теңге, диплом Айыртау ауданының 90 жылдығына, Ақан серінің 175 жылдығына арналған аулар елі, серілер жері
республикалық ақындар айтысында бас жүлдені иеленгені үшін Мақсат Ақанов марапатталады. Сән қосып келіп едік сауығыңа, Атығай Қарауылдың қауымына, Ақановқа бас бәйгі беріп атқан Ақанның басын дейдім ауылына.